Саламатсыздар ма? Видеода осындай етіп пайеткамен броштың шетін тігіп үйренеміз. Размері 3 мм, кішкентай пайетка. Міне сеткіден қиып алдық, сеткіні қайырамыз. Ішіне қарай қайырып, әуелі жіпті қатырып аламыз, бекітіп, бір қайтадан шығамыз. Артындағы эко-кожаны алып, размермен келтіріп, сызық бойынша жақындатып бір-біріне жапсырамыз. Әрқашанда мына бер жағындағы ою жағынан шығамыз жіпті. Сосын пайетканы алып, артынан шығамыз. Артынан 1,5 мм орын қалдырса болады. 1,5 мм ене салып. Шыққаннан кейін пайеткінің ортасынан қайтадан шығып, осылай тағы да пайетканы артынан кожадан кіргіземіз. Алдынан шығамыз да жіппен инені қайтып апарып, пайеткіге лицевой жағынан кіргіземіз. Кожадан міне 1,5 мм қалдырсаңыз, әдемі болып тұрады артыда. Стразный лентінің артынан шығарып жіпті, пайеткіні қолмен ұстап тұрып, міне пайеткінің астыңғы жағынан жіпті шығарамыз. Тартқан кезде осылай міне бұрыш әдемі болып шығады. Міне пайеткіні алдынан шықтық жіптіңді, узордың артынан, кожаның артынан салдық. Жіпті инені шығардық. Енді міне қарап тұрғаныңыздай, мынандай дуга тұрады, мынандай жіптің дугасы тұрады, міне көріп тұрғандай, соның астынан шығару керек пайеткінің. Сол кезде жіп бір полоска болып қалады. Үстінен бәрін тігіп шықтық. Соңғы пайеткінің үстінен бәрін тігіп шықтық. Үстінен кіріп, бірдей қылып кетуіміз керек қой, сонда. Сосын астына қарай, узорға қарай шығамыз. Жіптің байланған көрінбес үшін, желательно бір пайеткілердің астынан шығу керек. Сосын тартып жіберген кезде бір линия болып кетеді, көрінбей. Барлығы тігіліп бітті. Енді осылай түйіндеп аламыз, көрсетпейді, нық басып. Түйіндеп, қаттыраққа тартып түйіндейміз. Түйіндеп алдық. Енді жіптің соңын қиған кезде шошайып тұрмас үшін астына қарай кіргізіп, фетр арқылы апарып, тағы бір узордың астына, бір пайеткінің астына апарып шығарып жібереміз. Узордың астынан шығарып алдық. Бір пайеткінің астынан шығарып алып, болды уже. Узордың үстінен незаметно қылдырып, аккуратно, басқа оюларды қиып алмай, жіпті кесіп аламыз. Сол кезде көрінбей кетеді. Міне, уже дайын. Пайеткіміз арты да мынандай болып әдемі болып шығады.